Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Назерке. Бүгін сіздерге өте дәмді балықты ерекше әдіспен қуырудың өз тәсілімен бөлісемін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен балықты жақсылап тұрып жуып аласыздар. Тазаламай тұрып, бірінші балықты жақсылап тұрып жуып тазалап аласыздар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, әрине, менің отбасымда 4 адам болғаннан кейін бізге 2 балық жеткілікті. Балықты осылай сыртын тазалап аласыздар. Бұл жерде маған жолдасым өзі көмек беріп, сыртын, ішін барлығын тазалап берді. Барлығын тазалап болғаннан кейін балықты тағы 1-2 рет жуып алып, енді өзіңіздің ыңғайыңызға қарай бөліп аласыздар. Мына жерде маған барлығына жолдасым өзі көмек беріп жатыр. Балықты осындай қатты үлкен емес, қатты кішкентай қылмасаңыздар, өте әдемі желінеді, әрі көрінісі де әдемі болады. Ал енді балықты арнайы біз соуспен дайындайтын боламыз. Ол үшін 2 жұмыртқа, оның үстіне су қосамыз. Барлығының грамын описанияға жазып кеттім. Одан кейін дәміне қарай тұзын саламыз. Сосын ұнымызды қосып, барлығын жақсылап тұрып араластырамыз. Сұйық қаймақ сияқты масса болуы керек. Сол массаға біз қазір балығымызды аунатып майға қуыратын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осылай жасаңыздар. Мен бір жасағанның өзінде осы маған қатты ұнады. Тек қана ұнға ғана аунатып қуырудың қажеті жоқ. Дәл осылай жасап көріңіздер. Енді кесіп дайындап қойған балықтарыңызды осы массаға аунатып, бөлек тарелкемізге немесе бірден қызып тұрған майға салып, 2 жағы қызарғанша қуырып алсаңыздар болады. Мен алдымен осылай барлығын аунатып алдым. Содан кейін барып майды қыздырып, балығымызды шетінен қуырып аламыз. Май міндетті түрде қызып тұру керек. Балықты салғаннан кейін оттың астын орташа отқа қойып, 2 шеті пісіп, ортасы толық піскенше асықпай қуырып аласыздар. Қытырлақ, әрі дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл менің өзімнің әдіс тәсілім. Сіздермен де бөлісіп қойып жатырмын. Егер білмеген болсаңыз, осы тәсілмен де жасап көруге болады, қыздар. Сіздерге осы тәсілі ұнайды деген ойдамын. Егер жасап көрмеген болсаңыз, балықты қуырып жатқан кезде міндетті түрде қағаз сүлгі және оның үстіне пиязын майда етіп турап, бетін жауып қойып отсаңыздар, пияз балыққа сіңіп, өте дәмі керемет болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналым ұнаған болса, төмендегі подписаться батырмасын басып, тіркеліп, қазақша каналды қолдап қойыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.